Сәлем, оп-оңай бризоль дайындаймыз. 80 грамм фаршқа 1,5 жұмыртқа қосамыз. Бір жұмыртқаны бөлек ыдысқа салып, араластырып, жартысын ғана саламыз. Тұз, бұрышты ұмытпаймыз. Жақсылап толық араластырамыз. Араласты, енді табаға аз мөлшерде май құямыз. Қызғаннан кейін фаршты саламыз. Бір келкі етіп жайып шығамыз. Таба қатты үлкен болса, толық шетіне дейін жаймаңыз. Бір беті піскен соң аударамыз. Фаршымыз толық пісті, арасына майонез салып, жұқа етіп жағамыз. Салмасына майда етіп туралған қияр мен қызанақты салдым. Асықпай сындырып алмай ораймыз. Қасына қалаған гарниріңізді дайындайсыз. Осылай әдемі етіп дастарханға ұсынамыз. Астарыңыз дәмді болсын.